Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар және көрермендер. Бүгін Аңсар медиа студиясында кезекті таным тренд бағдарламасының саны және бүгінгі санымыздың қадірменді қонағы Алматы қаласындағы Нұр-Мүбарак университетінің исламтану кафедрасының аға оқытушысы Стамбакиев Нұржан ұстазымыз. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіз. Көп ұзамай сұрақтарымызға көшсек, бұл жолы енді біздер жалпы осы қазіргі таңдағы ислам дініне, осы өзіміздің ата дінімізге қойылатын көптеген жаңағыдай сыни сұрақтар сол жайында болмақ. Соның бірі, мысалы, ата дініміз ислам діні біздің жалпы өміріміздің барлық саласын реттеп беріп кеткен. Оны маман ретінде сіз де білесіз, біз де білеміз. Жалпы енді алайда қазіргі таңдағы кейбір азаматтар қоғамымыздағы жалпы ислам діні қоғамның әл-ауқатының артуына, ондағы түрлі ғылыми жетістіктерге жетуге, жалпы сол нәрселерді тежейді, алға қарай ілгерілеуімізге сондай кедергі болады деп жатады. Соның бір мысал ретінде мұсылман мемлекеттерінің батыс мемлекеттерден артта қалуын мысал ретінде айтып жатады. Осы азаматтардың осындай түрлі сыни пікірлері қаншалықты дұрыс, және де бұлай мұсылман мемлекеттерінің батыс мемлекеттерінен артта қалуына не нәрселер әсер етіп жатыр және әсер етті бұған дейін. Шынымен де біздің ата дініміз ислам діні білім ғылымнан ажыратып қоғамды тежей ме? Жақсы, енді шынында осындай сыни пікірлер бар. Жалпы әрине қазіргі уақытта кейбір орталарда естіп жатамыз. Жалпы енді ислам дінінің өзіне келетін болсақ, бірден айта кететін мәселе, ислам діні ғылымға баулитын, ғылымға шақырған дін. Оны Құрандағы ең алғашқы түскен аят «Иқра», оқы деп түскен бұйрық. Айтқанда исламның ең бірінші мұсылмандарға, жалпы адамзат баласына берген бұйрығы ол оқы деген бұйрық берген. Өйткені оқу арқылы, дінде оқу арқылы танылады, ғылымда басқа да оқу арқылы танылатындығын ислам діні оған ерекше мән береді. Сондықтан да өзіңіз айтып отқандай, ол кейбір қазіргі уақытта жалпы алған кезде мұсылман елдерінің басқа өркениеттерден артта қалып, ғылымда, даму техникада кешеуілдеп қалып жатқан себептері, енді оның түрлі себептері бар ғой, әрине. Жаңағындай экономикалық, әлеуметтік, ғылыми, басқа да себептері көп, бірақ оған енді негізгі себеп ретінде оны дінді кінәлау әрине орынсыз деп есептейміз. Өйткені дінді кінәлау үшін, егер діннің өзінде шынында мұсылмандар оқымаңдар, дамымаңдар, елдің алдына шықпаңдар деген бұйрықтар бар болған болса, онда діннен көруге болар еді. Бірақ діннің өзін жаңа жоғарыда атап өткеніміздей, Құран ең алғашқы бұйрығынан бастап адамзат баласына, жалпы мұсылмандарға оқуды, білім алуды, ізденуге бұйырады. Сондықтан да осындай ислам ғылымға шақыратын дінді кері тартпа, ғылымға қарсы, ғылымға қайшы деп ондай сыни пікір айту, ондай айып тағу орынсыз деп есептейміз. Енді негізі Рамадан, Саид Рамадан Аль-Бути деген ғалым, марқұм, ол кісі сондай бір ойшыл ғалымыз айтқан бір сөзі бар. Қазір енді жалпы кейбір жерлерде исламның, мұсылмандардың артқа қалуына сол дін себеп деген сондай айтылатын сыни пікірлер, айыптаулар бар дейді ол кісі. Бірақ шындығына келетін болсақ, мұсылмандар сол дінді ұстанғандығы үшін емес, керісінше сол дінді толық ұстанбағандығы үшін артта қалып жатыр дейді ол кісі. Сол үшін егер дінді жақсы, бәр қырынан толық ұстанған мұсылман болатын болса, сондай бір мұсылман қоғам, мұсылман ел болса, ол ислам діні ол қоғамда, ол елді ғылымда, білімде, инновация, әртүрлі өмірдің салаларында ілгері алдыға қарай дамытпаса, жаңағыдай кері кедергі болмайтындығы анық. Сондықтан ол жерде әрбір нәрседе объективтілік дейді ғой. Бір қандай да бір мәселеде баға беруден бұрын оны жан-жағынан қарап алғанды дұрыс деп есептейміз.
Көп рахмет. Тұшымды жауап болды деп есептейміз жалпы. Енді жалпы екінші сұраққа көшсек, дініміз білім ғылым ізденіп, қоғам игілігіне жарар ғылыми жаңалықтар ашуға жалпы не деп жауап береді? Және де қазіргі таңда кейбір қоғамда топтар болады, тек қана дінмен шектелу керек, діннің білімін ғана оқу керек деп айтады. Және тағы бір қарсы топ бар, олар тек қана ғылымды оқу керекпіз, біз сонда ғана ілгері жылжимыз деп жатады. Бұндай көзқарастарға қалай деп жауап берер едіңіз? Енді бұл жаңа бірінші сұрақта айтып өткеніміздің жалғастыратын болсақ, айтқанда бұл сұрақта біз соны жалғас секілді. Мұсылмандардың мына ғылымға, жалпы исламның ғылымға қарсы емес екендігін атап өттік. Оған тарих та куә. Егер мұсылман өркениетінің тарихына қарайтын болсақ, алдыңғы алғашқы ғасырларда исламның мұсылмандар тек қана дін бағытында емес, өмірдің түрлі аспектілері, түрлі ғылым салаларында озық үлгі көрсете білді. Ол тек қана дін тақырыптар емес, жаратылыстану ғылымдарының түрлі физика, химия болсын, медицина, астрономия, қандай бір математика, осы түрлі ғылым салаларынан мұсылмандар түрлі ғылыми еңбектер жазып, және олардың жазған еңбектері кейінгі батыс өркениетімен зерттеліп оқылып, олардың да бір алдыға ары қарай дамуына да бір үлкен серпін бергендігіне ол тарихи факт. Сондықтан да бұл жерде осыдан ақ біз исламның ғылымға қарсы емес екендігін айқын білеміз. Енді ғылым деген кезде жаңада айтып өткеніміз, Құран бізге оқы деген кезде тек қана дінді оқы деп шектеп, ол жерде бір нәрсені оқы деп шектемеген. Сондықтан бұл жерде ғалымдарымыз түсіндіргендей, оқы дегенге кез келген ғылым саласы кіреді. Енді исламда діни ғылым, дүнияви ғылым деген ондай бір бөлудің өзі қатты бір негізі ғылымды олай бөліп қарастырмайды. Бәрі де ғылым. Ғылымның оқытылуға әрбір ислам жалпы кез келген енді діни ғылым екен, діни ғылымды оқудың маңыздылығы оны айтпаса да түсінікті. Онымен қатар басқа да өмірге, қоғамға, адамзат баласына пайдалы кез келген ғылым саласын оқуды құптайды. Оны жаңағыдай діни ғылым емес деп шеттетіп, оның қадірін түсіруден, ондайдан аулақ. Сондықтан да бұл жерде ол Құранның өзін ашып қарайтын болсақ, Құранда Алла тағаланың жалғыз екендігін, оның жаратушы екендігін талқылайтын көптеген аяттар бар. Сол аяттардың өзінде Алла тағала көптеген мәселелерде осы жаратылыспен, өмірдегі физикалық заңдылықтармен көп байланыстырып отырады. Сондықтан бұл айтқан кезде жаңа жаратылыстану ғылымдарын, осы өмірдің басқа ғылым салаларын адам зерттеген сайын ол дінге жақындатады негізінде. Дінді оқыған сайын ол ана ғылымдарды оқытуға адамды ынталандырады. Екеуі бір-бірін толықтырып, бір-біріне қарсы қою деген орынсыз, ол бір-бірін толықтыратын дүниелерді. Сондықтан ол жерде тек қана мынау діни емес екен, дүниеви екен, дүниеви діни екен деп бір бөлудің аса бір орынды жоқ. Бұлай біздің өзімізде қазақ тарихына қараған кезде де біздің оқыған зиялыларымыз, ақындарымыз, алаш қайраткерлерінің өзінде көбісін алып қарайтын болсақ, тарих, әдебиет кітаптарында ең алғашқы жаңа молдадан сауат алған, сауат білген дейді. Сол діни түсінігін таныған ол кісілерде ілгерде өткен андай қазақтың бетке тұтар өзіміздің тұлғаларымызды барлығы да діннен хабардар болған, дінді оқыған. Енді сол дінді оқығандығы үшін ол кісілерді бір артта бір жерде қалып қойды деп айта алмаймыз. Сондықтан дін қажет әрине. Онымен қатар дін тура дұрыс түсінілген, дұрыс ұстанылған дін ол адамды міндетті түрде ғылымға жетелейді. Көп рахмет сіз. Жаңа алаш орданың нелерін айтып жатсыз. Жалпы алаш көсемдері, сол партияда болған өзіміздің зиялылар, сол кісілерді жалпы медресе көрген барлығы. Тарихтан білеміз бәріміз. Сол
медресе оқи отырып та педагогика, психология, математика, тағы да басқа жалпы жаратылыстану, әлеуметтану ғылымдарынан көптеген еңбектер жазып кеткен. Жалпы енді келесі сұрағымызда осындай жаңа жоғарыда бірінші сұрақта айтқанымдай түрлі сыни пікірлер бар, дін артқа тартады, ғылым мен білімді шектейді деген сияқты осындай түрлі көзқарастардың шығуына не себеп деп ойлайсыз қазіргі таңда? Қандай факторлар әсер етіп жатыр? Осыған бір қысқа да нұсқа жауап беріп кетсеңіз. Енді ол айналып келген кезде бағана бері айтып отқанымыздай діннің өзінің негізгі жаңағы қайнар көздері деп айтамыз ғой. Бірінші қайнар көз Құран кітабын алатын болсақ, екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін, хадистерін алып қарайтын болсақ, екі негізгі қайнар көздің өзінде ғылымға, дін жаңағыдай ғылымға шақырып ынталандыратын, соған қарай жетелейтін аят хадистер өте көп. Одан кейін енді ол бұндай жаңағы кереғар орынсыз түсініктердің қайдан туындау, оның туындауына не себеп десеңіз, енді ол сол діннің өзіндегі діннің мазмұнын шала түсінуден туындайды деп ойлаймын. Өйткені дінді ашып, сол қайнар көздерді тереңірек қарастырмаған адам атүсті, үстіртін қарап, дінде солай екен ғой деген бір асығыс пікір де болуы мүмкін. Сондықтан ондай асығыс пікірлерден сақтанып, кез келген қандай да бір мәселеге баға бермес бұрын соны тереңінен зерттеп қараған жөн деп ойлаймыз. Одан кейін енді ол кейде мұсылмандардың ішінде дамып жатқаны түрлі қоғамдар бар ғой, енді мұсылман елдері көп әлемде. Сондықтан кейде тағы да бір кейбір мұсылмандардың бір енді адам болғаннан кейін бір кемшіліктер де болуы мүмкін, ғылымда артта қалып жатқан болуы мүмкін. Сол үшін ол мұсылмандардың өздеріне қарап, дін осылай екен деп дінге баға берудің өзі объективті емес бағалауы сондай бір пайым болып табылады. Сондықтан енді мұсылмандардың қайбір қоғамға, жеке сол қоғамға, сол адамдарға баға беруге болады. Осындай артта қалып жатыр екен, басқа қалып жатыр екен деген. Бірақ соған қарап ол дінге, соны дін осыларды артта қалдырды, дін осыларды тежеп жатыр деп айту, әрине жаңағыдай айтқандай, ол әділетсіз шешім, сондай бір берілген баға болады. Енді әділеттілікке, адалдыққа, еңбекқорлыққа, жаңағыдай жақсылыққа, қоғамға пайда алып келуге, үлкенді құрметтеп, кішіге ізет көрсетуге, айтқанда осы қандай бір жақсы құндылықтар болса, сол құндылықтардың бәріне шақыратын, оның ішінде біздің бүгінгі тақырыбымыздағы айтып отқан ғылымға бірінші кезекте шақыратын дінді, міне осы дін мұсылмандарды өстіп кері тартып жатыр деп айту, әрине ол алып тұрған әділетсіз шешім болады, асығыс айтылған бір пікірлер болады. Сондықтан оны бір зерделеп қарап алып барып ондай мәселеде пікір айтқан жөн. Көп рахмет, ұстаз. Осымен сіздерге дайындаған сұрақтарымыз осымен тамам болды. Құрметті көрермендер, сіздер де соңына дейін алтын уақыттарыңызды бөліп, қарап, тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.